Muhammedcanov Ahmetcan, Kencegaray Belinbek, Amanov Esenqol, Ismailov Baygöbök. Осы ауылдан барғандар ғой? Осы бәріміз бірге барғандар. Оның кейін тағы Сәресін жағында көп өтшеді. Сояқта бірге болды ма не? Сол Польша жақта бірге болдыңыздар ғой? Бәріміз бірге болғанбыз ғой. Соғыс басталған кезде? Соғыс басталғанға дейін бірге болып, сонан атүстіпайт еткенде айырылып қалдым ғой бәрінен. Кейін атүстіпайт еткенде ажырап кеттім ғой. Мен ранный болғаннан кейін ажырап кеттім. Солар ішінде Қалған тірісі жаңа мынау қожа ғой. Ахметжан. Партизандар бірге болғандарыңыздың ат жөндері жаңа есіңізде барларын айтыңызшы. Онда бары командирлеріңіздің формасы қандай еді? Түрі қандай еді командирлеріңіздің түрі? Командир жаңа Кутепов деп отырмын ғой. Кутепов, соның формасы қандай? Ол жаңа Константин Заслонов қой партизандағы. Константин Заслонов. Кутепов, сіздердің Кутепов қандай еді? Кутепов ұзын бойлы, қара кісі, қақол. Көзі көк па? Қара торы көз көк қой. Көз көк. Ұзын бойлы. Бардап сөйлейтін. Денелі ма? Денелі. Жуан келген. Батырлық істері бар ма оның? Бір ерлік істерін есіңізде бар ма? Ерлік істерін кейінмен кетіп қалдым ол. Ерлігі жаңағы засад істегенде бәрін қырып жатырмыз ғой сол. Сонда команда береді ғой олар. Я зата істегенде баудай түсіріп. Орынбаев айтқандай, Қарағандыдан. Орынбаев жолдас. Бірінші отрядта болды ол. Мен жаңа үшінші отрядта октябрьда болдым. Октябрь деген отряд. Ол бірінші отрядта болды. Оның тұрғандай формалары? Кімні? Орынбаев па? Қазақ өзіміз, мен бойымдай ұрасты. Сондай түрім нері түрім сияқты, ода босша келген. Ол енді әлі жұбой болу керек тірі. Аман есен қалғамыз біз ұрыстан әйтеуір. Ол неден қай жерінен екен Қарағандының? Білмеймін қай жерінен екен оны, соны сұрамаппын. Сонда Орынбаев аты кім? Атын ұмытып отырмын ғой сол. Жаңа әкесінің аты Орынбаев. Қыздар ол Әна Николаевна көп қой. Никита Сергеевичу деп сондай орыстар көп болатын. Тимофейка. Медсестраңыздың атын білесіз бе сол жерде? Әне. Николаевна ма? Сондай. Әне Николаевна. Оның тұрғандай? Орыс қой, орыстың қызы ғой. Денелі ма? Жоқ, орта бойлы. Соның көп оның қайсының атын білемін? Зоя. Аттары көп, сондай. Көп қой, сізге жақында болған біреу жоқ па шын? Жоқ, қайсы, бәріміз бір ғой. Мен түс көрем. Бая. Махаббат болған жоқсыз ба? Ол өзің неғып жүріп ондай. Жатқанда түс көрем. Түс көремде сол бүгін бәлен уақытта біз неміспен ұрсамыз деймін. Ең алғашқыда мені мазақ қып жүрді. Чего ты бармош? Деп. Сенбей. Соны кейін жаңа айтқан уағымда не түс қайта, не сәске-пәске деп. Бай ұрысып қаламыз. Түнде түс көріп, ал дайындал деймін мен. Готовиться. Бүгін ұрсамыз. Соны кейін сенетін болды маған. Соны кейін түс көрмесем айтам мен. Әбдіқай, спокойно. Жатыңдар деймін. Менің әруағым бар еді, әруағым мұна қызыма барды ғой. Мұна балабасымда. Қазір. Кімде? Балабасымда ғой. Бұғын тұрып қызай кәгірдәкін алып әбден не қылатын мен. Соны мұна дәрішем деп айырылып қалдым, кетіп қалды ғой менен. Бір еврей болды. Партизанда. Ол енді батыр шалыс. Бір жол кешке таман жаңағы Днепр өзенінің екі көпір, бір көпір бұзылып кеткен екен, екінші көпір деп сол өтіп, соны ар жағына келге бергенде көпір бұзылып, жау өзімізге мен қойып қойған, көпірді зарабайт етіп, бұзып жіберіп, соны екі жақтан келген, мұны яғынан біздіке келетқан, ат ұстыпайт етіп. Мұны яғына келетқан неміз қырғын ұрыс болды да қалды кешке таман. Мен айтып өтіп кеттім.
Bir машина келіп қасыма тоқтай қалды. Палтырға қарғым мініп қызайын. Көпірден түсем мен де қарғыдым. Сонан түнімен шатылдады қызайын. Қырғын ұрыс болды. Сонан осы Ахметжандар жаңағы. Мынау. Бұл жоғарға өрлеп жаңа непірді. Содан неге барды? Украинаға. Украина қатын алып келген бұл. Өле деген. Ол өзі бірге ұрыста бірге ұрысқан. Жаңа әйелі. Әйелі өліп қалды, балалары қалды, қызы, бала, әбден. Жаңа Ахметжанның көп туды. Қыздары, балалары бар. Мұхаммеджанов, Ахметжанов бұл живой еще. Сол партизанда болғандардың жаңағы ерлік көрсеткен бір екеуінің атын білмей отырмын ғой, бәрі ерлік көрсеткен. Жаңа біз 11 баланың бәрі әбден баугеспе болған. 11-міз соны кейін біз 44 жылы 1 ағыс күні бізді ұрыстан босатты. Битвискеден 11-ді соны қалған әлбаяғы пленге түсіп, пленнен ұстағандарымызды оларды қайтадан ұрыс қалып кетті. Передовойға прямо. Бізді 11 баланы кәдімгі ескі партизандар бізді алып көп Смоленскеге. Сөйірді Смоленскеде біз 6 ай тұрдым мен. Смоленске 6 ай жаңағы бұзылған көпірлерді соқтырып соға әлгі нелерге. Жұмысшылар соғат депо бұзылған. Парауыздың. Біз соң қарауыл боп, не боп тұрамыз? Бригадада сол партизан 3-ші жағына октябрь дедіңіз ғой? Октябрь отрядтан, иә. Онда қаншадан бар примерно? Жаңа Константин Засулоновтың отрядында 3000-нан аса отряд. Сол 1000-нан ғой енді отрядта. 1000-нан адам. Жаңа қыздары, балалары бар. Сонда 3 отрядта 3000-дай адам ғой. Сол октябрьде сіз 11 баланың ішінен қандай ұлттар болдыңыз? Жаңа Белорусиялар, соны көй қазақтан мен-ақ. Басқалар? Сөйірден. Бәрі Белорустар? Белорустың нелері. Жаңғыз қазақтан мен. Сол Белорустардың ішінде бір жақсы ерлік көрсетіп жүргендер бар болды ма? Бар ғой, бәрі ерлік көрсетеді. Мұна бізді засадқа жібереді, заданияға. Ана тіл ұстап әкел дейді. Жұбой әзік дейді. Соны көй біз барамыз түнде заданияға. Әр отрядтан 6 адам, 7 адамнан пропускамен жібереді. Бәленгі 1-7-ге пропуска береді. Пропуска бәленше, оның әтіветі озывы бәленше, бүгін Жамбыл болса, сол Жамбылға мұға ұйқас, жаңа әтіветі. Түнде жүргенде, кім болса болды, әкең болды, шешең болды қылсайын. Әгерде пропусканы білмесе кетті оқтың үшіне. Тәрсі жібересін. Пропуска озып. Айтасың сен. Бәленше бүгін. Соны өзімізді келген, содан білеміз. Пропуска бір шағыл. Ал енді қолға түсіп қалып, жаңа біздің адамдар. Не ғана неміс білетін болса пропусканы. Ол күні табан астында пропуска өзгеріледі. Қайтадан басқа пропуска не қылады. Өйткені аналарға білгізбеу керек немістерге пропусканы. Секретный жүреді ғой, секретный. Көшіп жүресіздер? Көшіп әшейін. Қасқыр ғой, қасқыр. Түнде жүрген қасқыр. Ал енді күндіз сол таңға қалып қалсақ, ана немістің несінде, паласына, жаңа шебіне. Қашан талға жеткенше оқысайын, талқарымыз шығарады, атып. Талға келді, құлайымыз үйге кіргендей. Ухылып, ақылап кеп. Бывал деневый сол я, 20 не жрал. Малорум не была, летуровку выпивал, дейді. Страдания мило скажет, а на сердце камень лежит. Страдания, не забуду страдания. Çoğulup kalıp gel dedi. Сәбиттің әзір өкімет, дегі бір сайрап бір айтам мен деді. Айтайын бұл заманды, алып бір келіп нарынға, тегі атқа бір мінген адамды. Біздің айыл алқымда, ауылым түйбей салқында, осы бір заман теңшілік, жігіттер ешкімден қорқып тартын бұл, дейді. Ей, бұрын көрсең бұранса,
Тұман басқан шәреле, көшесінің бәрісі, дегеле бос топырақ чаңеле. Емі көрсең бұранса, қам сүйілер құрыған, түні көмерен жабылған, ішіне кіріп сөйлесең, деге бір қоса бір сөйлейді бабылғын. Бабылған десең бабылған, деге бұған бақмашылар табылғын деп. Елің бір жайлай сұлу самыр, езілі бағар көк баныр, езілісі бойнарған ой. Зинатжана елімнен шықпай ай, бір тамыра бір тамыр дейді. Қалқың елі жайлай су самыр ей, қалқып бір ағат көк баныр ей, қармаласып ойнарған ой. Зинатжан ай қалқымнан шықпайды ай, бір тамыра бір тамыр деп.